Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге акиматтан, яғни мемлекеттен берілетін 1,5 миллион теңгені қалай онлайн алуға болады, соны көрсеткім келеді. Егер сіз әлеуметтік осал категорияға жатсаңыз, яғни үй кезегінде тұрсаңыз, онда сіз мемлекеттен қайтарымсыз 1,5 миллион теңге ала аласыз. Оны алу үшін бұрынғыдай сон немесе акиматқа барудың қажеті жоқ, оны онлайн жасай аласыздар. Ол үшін Google Chromeға кіресіздер. Поисқа егов деп жазасыздар. Сол кезде сіздерге басы страница, яғни egov.kz деген парақша ашылады. Соны ашасыздар. Мына жерде недвижимость деген таңдайсыздар. Мына жерде екінші тұрған жилищные отношения деген таңдайсыздар. Енді мына жерде бірінші тұрған выдача жилищных сертификатов деген таңдайсыздар. Енді мына жерде заказать услугу онлайн деген таңдайсыздар. Енді мен телефон арқылы кіріп тұрмын. Яғни егер сіздің телефоныңызда egov mobile приложениесі барса, войти в систему дегенді басасыздар. Міне осылай шығады, подписать дегенді басасыздар. Болды. Мінекей дәл осындай өте оңай тәсілмен заявка жібере аласыздар. Заявканың жауабын кезекте сайты арқылы тексере аласыздар. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар және де каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.